Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен атыңызда қарыз бар ма, жоқ па, бар болса қандай қарыз бар, қанша қарызыңыз бар, соны білетін боламыз. Ол үшін ең алдымен Google сайтына кіріп, МКБ деп іздейміз, яғни мемлекеттік кредиттер бюросы. Осылай МКБ деп іздесеңіздер, осындай бірінші тұрғынға кіреміз, государственный кредитный бюро деп шығады. Осыған кірсеңіздер, мынаны X деп кетіреміз бетіне. Сосын жеке тұлға дегенді басамыз. ЭЦХ кілт керек болады. ЭЦХ кілттеріңізді мына жерге сертификатты таңдап, ЭЦХ кілттеріңіз қай жерде тұр, сол папканы таңдап, ЭЦХ ключтеріңізді енгізесіздер. Құпия сөздеріңізбен бірге ЭЦХ кілттеріңізді іздеңіздер. Тексеріп алыңыздар. Шутик бассаңыздар, екі жолмен кіруге болады. QR коды арқылы және ЭЦХ кілтті мен сияқты осылай теру арқылы. QR код арқылы кіру бұл телефондарыңыздағы еголовқа сақтап қойған ключтарыңыз арқылы QR кодқа енгізіп кіре берсеңіздер болады. Осылай бассаңыздар, жаңағы ЭЦХ кілт егесіне 1414-тен сообщение барады, сол сообщениені енгіземіз. Рұқсат. Осылай аты жөні толық шығады. Және мына жерде сол жаққа қарасаңыздар, жеке есеп деген және дербес есепті банкроттық деген тұр. Жеке есепке кірсеңіздер, толық осы жаққа толық атында қандай қарыздары бар, төленгені, төленбегені, барлығын толық алуға болады. Осылай қол қойып есепті сақтау дейміз. Тағы да ключіңізді тағы да таңдайсыз. Сақталған жерінен. Бұл жерде, яғни атында қандай қарыз бар, осыған дейін жабылған қарыз, осыған дейін жабылмаған қарыз, барлығы түгел шығып тұрады да. Осы жеке есеп дегенге кірсеңіздер, подписать етсеңіздер, ары қарай кіреді. Шамалы 15 минут ойланады дейді, бірақ 15 минут емес, бір минут шамалы секундтың ішінде сіздерге шығарып береді.